Сәлеметсіздер ме, құрметті YouTube оқырмандар. Бүгін мен YouTube каналыма алғашқы видеоны жүктеп отырмын. Алғашқы видеомды осылай бауырсақтан бастағанды жөн көрдім. Әр үйде нан, бауырсақтың иісі үзілмесін. Ал онда бауырсақ жасауға кірісейік. Ол үшін бізге жылы су, жылы сүт, ерітілген сары май, қант, қалауларыңызша, тұз, ашытқы қосып барлығын араластырамыз. Үстіне ұн салып, араластырып, керегенше ұн салып, қамырымызды жақсылап илейміз. Бетін жауып, жылы жерге 1,5-2 сағатқа қоямыз. Ашыған қамырымызды бөліктерге бөліп дайындаймыз. Қамырымызды жаямыз. Қыздар, қамырды өздеріңіздің қалауларыңызша жұқалықта жайсаңыздар болады. Мен өте жұқа қып жаямын. Үйдегілер жұқа бауырсақты жақсы көргендіктен. Осылай кессеңіздер де болады, немесе осылай дөңгелек етіп кесіп алсаңыздар да болады. Қызып тұрған майға бауырсақтарымызды қызарғанша қуырып аламыз. Қыздар, осы рецепт бойынша жасап көріңіздер. Бауырсақтарыңыз жұп-жұмсақ, әдемі болып, көтеріліп пісіп шығады. Ас болсын!